Егер ай сайын жалақы алған күні-ақ ақшаңыздың жартысы несиеге кететін болса, бұл видеоны соңына дейін көріңіз. Көп адам қарыздан шығу үшін көбірек ақша табу керек деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде мәселе табыста емес, қаржыны басқаруда. Бұл видеода қарыздан біртіндеп емес, жүйелі түрде шығуға көмектесетін 7 нақты қадамды айтып берем. Бірінші қадам. Барлық қарызыңызды қағазға жазыңыз. Көп адам нақты қанша қарызы бар екенін де білмейді. Бір жерден несие, бір жерден бөліп төлеу, кредиттік карта, таныстан алған ақша, бәрін бір қағазға жазыңыз. Кімге қарызсыз, қанша сома, ай сайынғы төлем қанша, пайызы қанша. Қарызды көзбен көрген кезде ғана нақты жоспар жасауға болады. Екінші қадам. Жаңа қарыз алуды тоқтатыңыз. Көп адамның ең үлкен қатесі бір несиені екіншісімен жабу. Бұл уақытша жеңілдік бергендей көрінеді. Бірақ бірнеше айдан кейін 2 қарыздың орнына 3 қарыз болып шығады. Егер шынымен қарыздан шыққыңыз келсе, бүгіннен бастап жаңа несие алмауға өзіңізге уәде беріңіз. Үшінші қадам. Ең жоғары пайызды бірінші жабыңыз. Барлық қарызды бірдей төлеуге тырыспаңыз. Ең алдымен пайызы жоғары несиеден бастаңыз. Өйткені дәл сол қарыз күн сайын ақшаңызды жеп жатыр. Минималды төлемдерді қалғандарына төлеп, барлық артық ақшаны ең қымбат несиеге бағыттаңыз. Бұл әдіс ұзақ мерзімде көп ақша үнемдейді. Төртінші қадам. Артық шығындарды уақытша қысқартыңыз. Қарыздан шығу кезеңінде ең маңызды нәрсе өмір салтыңызды уақытша өзгерту. Өзіңізден сұраңыз. Бұл зат маған шынымен керек пе, әлде жай ғана қалауым ба? Күнделікті кофе, тамаққа тапсырыс беру, қажетсіз киім, ақылы жазылымдар. Осылардың бәрі ай соңында ондаған мың теңгеге айналады. Егер айына небәрі 30-дан 40 мыңға дейін теңге үнемдей алсаңыз, бір жылдың ішінде 100-деген мың теңгені қарызды жабуға бағыттай аласыз. Бұл мәңгі емес, бұл уақытша тәртіп. Бесінші қадам. Қосымша табыс көзін ашыңыз. Егер қазіргі табысыңыз тек шығындарды жабуға ғана жетсе, қарыздан шығу өте баяу болады. Сондықтан өзіңізден сұраңыз. Мен кешке немесе демалыста қандай қызмет көрсете аламын? Мысалы, фриланс, курьерлік жұмыс, онлайн сабақ беру, тауар сату, әлеуметтік желі жүргізу. Айына қосымша 50-ден 100 мыңға дейін теңге табудың өзі қарыздан шығу уақытын бірнеше айға қысқартуы мүмкін. Алтыншы қадам. Бос ақша түскен сайын қарызға салыңыз. Көп адам бонус немесе сыйақы алса, бірден жаңа телефон немесе демалыс туралы ойлайды. Бірақ дәл осы ақша қарызды тез жабуға көмектеседі. Премия, сыйлық ақша немесе қосымша табыс түссе, оның бір бөлігін емес, мүмкіндігінше көбін қарызға бағыттаңыз. Сонда пайыз азаяды, ал қарыздан шығу мерзімі қысқарады. Жетінші қадам. Қарыз жабылғаннан кейін бұрынғы әдетке қайтпаңыз. Ең үлкен қателік қарыздан шыққан соң қайтадан несие ала бастау. Қарыз жабылғаннан кейін бұрын ай сайын несиеге төлеген ақшаны жинаққа немесе инвестицияға аударыңыз. Мысалы, ай сайын 80 мың теңге несие төлеп жүрсеңіз, қарыз біткен соң дәл сол 80 мың теңгені инвестициялаңыз, немесе қаржы қорын жинаңыз. Сонда сіз тек қарызсыз адам болмайсыз, қаржылық еркіндікке қарай қадам жасайсыз. Қарыздан шығу бір күннің ісі емес. Бірақ дұрыс жоспар мен тұрақты тәртіп болса, кез келген адам бұл кезеңнен өте алады. Ең бастысы бүгін бастау. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, лайк басып арнаға жазылыңыз. Ал пікірге қанша қарызыңыз бар жаза кетіңіз. Және мен бұйырса 2026 жылы барлық қарыздан құтыламын деп жазыңыз. Бұл өзіңізге берген уәде болсын. Келесі видеода қаржылық еркіндікке жетуге көмектесетін тағы бір маңызды тақырыпты талқылаймыз. Келесі кездескенше.